Көптеген науқастар, әсіресе жас балалар, нақты емес немесе аз жарақатпен келеді. Бірақ тізелерінде кенеттен ісіну пайда болады. Тіс тазалау кезінде ешқандай белгілі себепсіз кенеттен қатты қан кетуі. Осы уақытта біз коагуляция профилі деп аталатын тесттерді жүргіземіз. Оған АП деп аталатын тест және протромбин уақыты деп аталатын тағы бір тест кіреді. Осы есептерге сүйене отырып, олар бізге коагуляцияда, яғни коагуляция факторы деңгейінде қандай да бір ауытқу бар жоғын анықтауға мүмкіндік береді. Осыған байланысты біз бұл коагуляция факторларын ауыстырып, әрі қарай қан кету мүмкіндігі болғанда, мысалы, үлкен процедура жоспарланған кезде, қан кетудің алдын алу үшін профилактикалық түрде осы коагуляция факторларын береміз.